әріптесіміз Ераман Талапқанұлы бар ма екен ортамызда? Сұрағыңыз. Қайырлы күн әріптестер, қайырлы күн әкім мырза. Менің бірінші сұрағым бұл университеттер жайлы болмақ. Өзіңіз білесіз, осыған дейін мемлекет басшысы әр өңірде университеттердің, қазақстандық университеттердің базасында шетелдік университеттердің филиалдарын ашу туралы нақты тапсырма берілген. Бұл енді біз ғылым министрлігіне қатысты десек те, өңір сіздің қол астыңызда. Сіздің өңіріңізде қанша филиал ашылды және алдағы уақытта қаншасын ашпақсыздар? Бізде өңірде қазіргі күні бір ғана университет жұмыс жасап жатыр. Кейін екіншісі көшу үстінде. Ол бағанағы СДУ университеті. Ол көптеген шетелдік университеттермен жұмыс жасайды. Ал біз министрлікпен келісім сөздер жүргіздік. Олардың Қонаев академик кампус деген мекемесі құрылған. Соларға толық жерін бөліп бердік. Қазір олар сол шетелдік университеттермен жұмыс істеп жатыр. Кейіннен бағана айттым, бізде үлкен тағы да бір жоба, ол как раз сол Талғар ауданында. Сол жерге Корейлық университеттің көшуі бойынша министрлік келісім сөздер және мынау жер қожайындары келісім сөздер жүргізіп жатыр. Сол себептен университет дамуы ол министрлікпен істеп жатқан жұмыста повесткада тұр. Кейін бір тағы да университет, ол Алатау қаласында жеке кәсіпкер, өзінің жері бар, өзінің инфрақұрылымдарын бәрін жасап жатыр. Қазір жобалау жұмыстарымен айналысып жатыр. Ол да шетелдік университет болады. Екінші сұрағым бұл жаңағы Талғардағы оқиғаға қатысты, жалпы өңірге қатысты болмақ. Талғардағы оқиғада мысалы Шеризат Болаттың отбасы бұл қандас екендігі әлеуметтік желіде жиі айтылып жүр. Осы орайда мынандай сұрақ туындайды. Өңірдегі оралман мәселесі, яғни қандас мәселесі қаншалықты ушығып тұр, және олардың мысалы көбі басқа елдерден келгендіктен кейбіреуі орысша білмеуі де мүмкін. Және біздің қазақстандық менталитетке сыймайтын кездерде болады. Олардың жаңағы біздің қазақстандық менталитетке сыйысып кету үшін қандай шаралар атқарылып жатыр? Және оларға жалпы әлеуметтік қандай қолдау шараларын жүргіздіңіздер? Жақсы, рахмет. Енді әлеуметтік қолдау олар көшкен кезінде заңмен қарастырылған, сол кезде көрсетіледі. Бізде көбінесе сол қандастарымыз мынау Алматының төңірегінде орналасқан жағдайы бар. Өйткені көбісі сол бизнеске, саудаға бейімделген. Біраз неде ар жағында Ұзынағаш, мына жақта Еңбекшіқазақ аудандарында тұрады. Олар мал шаруашылығына бейімделген. Әркім өз жұмысын табуға жалпы мүмкіндіктер бар. Сол себептен біз оны жергілікті халықтан бөлмейміз. Толық қандай бизнеске деген қолдаулар бар, соны толық көрсетеміз. Қазіргі күнге біраз біздің белсенді озат мұғалімдеріміз де математика, физика пәнінен жүлдегер болған республикалық деңгейде сол бұрын өзімізге көшіп келген азаматтар. Сол себептен олардың да көмегі бар. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, мал шаруашылығы деп. Оларға арнайы мысалы жер бөліп беру, жаңа мал шаруашылығымен айналысу үшін сондай бір жеңілдіктер жасалған ба? Тағы да айтам, біз Қазақстан азаматтарына көзқарасымыз бәріне бірдей. Егер олар бизнес жасайым десе, қандай қолдау барын толық көрсетеміз. Егер бағанағы жер бойынша сұрақтар туындаса, ол да сол заң жүйесінде қарастырамыз. Аукцион болады, немесе қолданылмаған жерге инвест проектісімен алып кеп, біздің комиссиядан өтіп, ары қарай қолданады. Бір азаматша болған, бізде Еңбекшіқазақ ауданында, ол түйе ұстайтын. Сол кезде оның сұрағы туындаған, маған қабылдауға келіп, сол жер мәселесі шешілмей жатыр деген, сол кезде комиссиядан өткізіп, жерін бөліп бердік. Оныкі 10 түйеден сразу 50-ге дейін көбейтті қойдым. Сондай. Жақсы жұмыс жасап кетті. Сол себептен қолдан келгенше бөлмей бәріне көмек көрсетудеміз. Көп рахмет сұрақтарыңызға. Newsroom KZ, русская редакция. Перизат, вы на связи? Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Ваши вопросы. Здравствуйте, Марат Елеусизович. Здравствуйте. Готовы ли регионы Алматинской области к чрезвычайной ситуации в случае повторного землетрясения? Спасибо за вопрос. Были несколько землетрясений. В целом в Алматинской области больших каких-то
ситуаций аварийных не произошло. Есть несколько школ, которые были построены там 5-15 лет назад, либо ветхие школы, по которым потребовался ремонт, в общем-то. Вот по ним работу ведем. В целом инвентаризацию зданий, социальных объектов мы провели, а в то же время провели инвентаризацию предгорных территорий. Есть ряд территорий, которые являются рисковыми. По ним мы построили опорные стены и, в общем, работу в плановом порядке ведем. Большой вопрос, конечно, у нас сейчас по озеру Исык, по этим горным рекам, потому что те мореные озера, которые находятся в горах, могут оказать свое влияние. По ним мы работаем с нашим департаментом по чрезвычайным ситуациям и с Казтелезащитой. Выработаны планы, работа ведется по ним. Хорошо, спасибо. Мой второй вопрос. Весь район Алматинской области охвачен системное отопление? Вопрос повторите. Скажите, пожалуйста, весь район Алматинской области охвачен ли системное отопление? Система отопления у нас центрального отопления имеется в виду? Да. Ну, не весь регион охвачен центральным отоплением. Оно, с одной стороны, в общем-то, неудобно, но в то же время сейчас мы ведем работу по строительству блочно-модульных котелен для тех регионов, где есть благоустроенные дома и в то же время есть газификация. В регионах, где нет благоустроенных домов и, ну, в общем, в сельской местности проведен газ на почти 50% территории, это порядка до 1 миллиона наших жителей имеют доступ к газу. Они частные дома отапливают через газ. В городе Кунаев есть центральное отопление, оно тоже газифицировано, будет меняться котельня, в общем, все в плановом режиме ведется. Угу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, регионы Алматинской области есть проблема, которая касается к системному отоплению? Ну, система отопления, я вам сказал. Да, есть проблемы в регионе Алматинской области? Есть, бывают проблемы. В прошлом году была проблема по газу, когда падало в связи с холодами давление газа. Такие вопросы могут возникать. Благодарю. Хорошо, Перизат. спасибо. Спасибо.